Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жаз айының ең хит тағамының рецептімен бөлісемін. Бұл тағам көп адамдардың сүйікті асы десек те болады. Дәмі деген ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тәтті бұрышымызды тазалап аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Пиязымызды алып, майдалап тураймыз. Неге турап болдық. Енді пияздың үстіне тартылған етімізді ішмай саламыз. Ішмайды көп адамдар ұната бермейді, оны салмай қойсаңыздар да болады. Бірақ қоссаңыздар дәмі деген ерекше болып шығады. Сосын дәміне қарай паприка, бұрыш, тұз саламыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді күрішімізді саламыз, сосын аздап су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Неге салмамызды дайындап болдық. Енді тәтті бұрышымызды алып, дайындаған салмамызды салып шығамыз. Енді сорпасын дайындаймыз. Табаны қыздырып, сұйық май құйып, май қызған соң пиязды салып қуырамыз. Сосын күштен өткізілген сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізіміз жақсылап қуырылды. Енді картошка, томатный паста салып қуыратын боламыз. Мен мұнда қуырылған массаны үлкен ыдысқа салып алдым. Енді аздап су құйып, манағы тәтті бұрышымызды салып шығамыз. Сосын судың қалған бөлігін құйып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Енді осыны шамамен жарты сағат қайнататын боламыз.